біреулер айтады да, университетке түспей бизнес ашуға бола ма дейді да. Мен айтамын, университетке түспей бизнес ашсаң, аша аласың. Бірақ ол үлкен бір көлемге ұлғаюға алып келмейді. Өйткені университет деген тек қана білім беретін орта емес. Университет ол адамдармен қарым-қатынас орнататын орта. Ең бастысы сізді жоқ дегенде группаңызда 35 адам танитын болады. Жоқ дегенде. Ал тіпті сіз белсенді болсаңыз, онда 300 адам танитын болады. Университетте. Ол тірі лид, трафик. Ол деген клиент кәдімгідей. Контентті пайдаландың, оны сен шығарасың бір нәрсе қылып. Дәл қазіргі балаларда да қандай контент көріп жатыр? Ойы да, сөйлеуі де, көзқарасы да, барлығы сол пайдаланатын контентіне байланысты болады. Жұмыс қиын, бәрімізде әртүрлі жағдайлар бар. Біреуінде ипотека бар, біреуінде кредит бар. Түсінеміз, бірақ ол балаға өте қатты кері реакция білдіреді. Сондықтан біз қосып қоямыз ғой, телевизорде қосып қоямыз, осы бала тыныш отырсыншы, осы бала мазаңды алмасыншы деп сөйтіп ойлаймыз, бәріміз ойлаймыз, бірақ біз оған қандай зиян келтіріп жатқанын түсінбейміз.